Құрметті депутаттар, бүгінгі жиналған себебіміз Шамалған ауылдық округінің әкімі Ержас Тоқтасынов біздің алдымызда есеп береді. Аптека бар. 10 аптека бар. Соларды қалай контролировать етіп отырсыздар? Карантин кезінде біз ауылдық округ әкімдігінде комиссия құрылып, комиссия күнделікті оны жаңағы дәріханаларымыздың бәрін аралап, бағалардың бәрін тексеріп, өсім болған жерлерді біз деген ұсыныс хат беріп, полициямен бірге атқардық жұмысты. 89 көше бар деп тұр, иә? 32 көше деуге болады. Жалпы 32 көше ғана асфальтталды. Келесі жылға заявка берілді ме? Біз ұсыныс тапсырыс хаттарының бәрін келесі жылға бердік. Биылдың өзінде де Шамалған ауылдық округінде 2, 3, 4, 5 көше жасалды. Келесі жылға да енді бір 5-7 көшеден кем емес көше жасасақ деген ойдамыз. Шамалған ауылдық округінің әкімі депутаттардың алдына есеп береді деп, халыққа комментарий жазыңыз деп ұсыныс бергенбіз. Бізге бірнеше сұрақ қойылды. Орысша сұрақ. Здравствуйте, село Чемалган, улица Таскан, нет воды уже 10 лет. Вот ждем 2 года. Кем обещал, и не дождемся, когда нам проведут. На данный момент Таскан находится в предгорьях села Чемалган, не в самом населенном пункте. Населенный пункт Таскан. Мы их обеспечим водой. Это сроки до конца следующего года. Село Шамалган, улица Думалакана, 8 марта бывшая. Столько лет обещают положить асфальт и до сих пор до нас не дойдут. На данный момент проводятся ремонтные дороги по улице Утиген-Батыра. После завершения ремонтных дорог по улице Утиген-Батыра начнут ремонтные дороги на улице Думалакана. Это все до конца года. Құрметті әртістер, Ержас Серғазыұлы, сізге көп рахмет. Енді өзіміздің тарапымыздан тиісті қаулы шығарамыз. Сізге осы жиынға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз.